Например, автомобиль Toyota Alphard давно обрел дурную славу. Смертельная статистика на наших дорогах с участием этой марки машины просто зашкаливает. Как вы знаете, за 2 дня июля месяца с участием Альфардов были 2 крупных ДТП в Жамбылской и Алматинской областях, где погибли 10 человек и еще 4 пострадали. Біз таксистердің де бала-шағасы бар екендігін, олар отбасын асырау үшін жан ұшырып жүргендігін түсінеміз. Бірақ басқа азаматтардың өміріне қауіп төндіріп ақша табу күнә. Сондай-ақ жүргізуші куәлігін 250 мың теңгеге алуға болатындығы жөнінде жарнама барлық қалаларға тән. Помогайкалар куәлікті мектепте оқымай-ақ алуға болатындығын жасырмайды. Сондықтан жүргізуші дайындайтын мектептердің жауапкершілігін арттыру, сервистердің де заң алдында жауапкершілігін арттыру өте маңызды. Биыл мас күйінде көлік жүргізген 11 мың адам ұсталған. Олардың 158-і апат жасап, 282 адам зардап шеккен, 17 адам қаза тапқан.